Али Имран сүресі 167-175 аяттар. Сондай-ақ 200-лік әрекетке барғандарды ажырату үшін жасалған еді. Оларға келіңдер, Алла жолында соғысыңдар, ең болмаса өздеріңді қорғаңдар деп айтылған болатын. Егерде соғыс болатынын білгенімізде сендердің қастарынан табылар едік, деді олар. Сол күні олар иманнан гөрі көпірлікке жақынырақ еді. Жүректерінде жоқ қасиетті тек ауызбен ғана айтады. Бірақ Алла олардың жүрек түпкірлеріне жасырғандарын жақсы біледі. Майданға бармай үйлерінде отырып қалғандар шайқасқа түскен бауырлары жайлы. Егерде біздің тілімізді алғанда, олар өлмеген болар еді, деді. Уа, Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Сен оларға, егерде айтқандарыңды ақиқат деп есептесеңдер, жандарыңды ажалдан арашалап алып қалыңдаршы, деп айт. Алла жолында жандарын пида еткендерді өлгенде 5 уақытта есептемеңдер. Жоқ, олар тірі, Раббыларының құзырында өз ризықтарын алып жатыр. Мейірбан Алланың жарылқаған сыйына бөленген олар қуанына шаттануда. Өздерінің қатарына әлі қосылмағанмен, соңдарынан еріп тура жолға түскендердің жүректерін ешқандай қорқыныштың билемейтініне, уайым қайғыға ұрынбайтынына көздерін жеткізіп сүйіншілегісі келеді. Жарылқауға келгенде Алланың керемет жомарттығына және мүминдердің жасаған сауапты істерін Алла зая кетірмейтінмен, олар қуана сүйіншілейді. Тәндеріне жарақат алғаннан кейін де Алланың және елшінің шақырғанына бойсұнып, жанкештілікпен майданға ұмтылғандарға үлкен сауап бар. Кейбір кертатпа пенделердің сендерді шабуға құрайыштықтар әскер жинап қойды. Бұғып қалыңдар деген сөздері олардың имандарын түк күшейте түсті. Бізге қамқоршы болуға Алланың өзі жеткілікті. Ондай қолдаушы мен қамқоршының болғаны қандай керемет, деді олар. Сөйтіп, олар Алланың нығметі мен мейірімінен кенеліп, ешқандай бәлеге ұрынбай, аман есен қайтып оралды. Алланың жарылқауына бөленді. Алла үлкен мейірім иесі. Анығында өзінің көмекшілерімен бірігіп алып, шайтан сендерді қорқытады. Егерде шын иман келтіргендерден болсаңдар, олардан қорықпаңдар, менің қаһарымнан қорқыңдар.